Сәлеметсіздер ме, 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода географиядан 2-ші тоқсан бойынша бірінші бжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Суретте климат түзуші факторлар көрсетілген. Климат түзуші факторлардың жергілікті жер климатына әсерін талдаңыз дейді. Бізде 4 сурет берілген. Күн радиациясы, жер бетіне түсу мөлшері географиялық ендікке байланысты өзгеріп отырады. Жер бедері жазық жерде жаңбыр мөлшері аз болады, ал таулы жерлерде керісінше көп болады. Ауа массалары жоғары төмен болуынан жауын-шашынға әсер етеді. Географиялық орны биік таулар, жазықтар жылы және суық ауа райына әсер етеді. Келесі, екінші тапсырма. Климаттық белдеулер картасы берілген. А. Экваторлық белдеуді тауып, қай санға сәйкес келетінін жазыңыз дейді. Экваторлық белдеу бірінші санға сәйкес келеді. Б. Осы белдеудің әр құрлықтағы ерекшелігі мен ұқсастығын жазыңыз дейді. Ерекшелігі: оңтүстік Америка жауын-шашын көктем, күзде көп болады. Африка ерекшелігі: климаттық белдеу ыстық, ылғалды экваторлық климат. Евразия барлық климаттық белдеулерді қамтиды. Ұқсастығы: климаттық белдеу мен жер бедері бар. Келесі, ең соңғы үшінші тапсырма. А. Антропогендік әсерлерден қалыптасқан атмосфералық ластану мен климаттың өзгеруін анықтаңыз дейді. Түрлі зауыт, фабрикалардан, машиналардан шыққан түтіндер және өндірістегі қалдықтар. Б. Салдарын жазыңыз. Жылыну болып мұздықтардың еруі, су мен ауаның ластануы. Д. Атмосфераның ластануының климат өзгерісіне әсерін азайту және шешу жолдарын ұсыныңыз. Көгалдандыру, зауыттарды шығатын түтіндерге фильтр қою және өндірістік қалдықтарды азайту. Осымен біздің бжб жұмысымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.